Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте қытырлақ болып шығатын, және де арасына аскөк салынып пісіретін ерекше қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағынан керемет болып шығады, арасы толықтай пісіп, өте дәмді болып шығады. Ендеше менімен бірге жасап көріңіздер. Үй температурасындағы суымызға тұзды салып, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай, ең бастысы тұзы еріп, жұмыртқасы сумен бірге бірігуі қажет. Және де алдын ала бөлек ыдысқа міндетті түрде ұнымызды елекіштен өткізіп дайындап аламыз. 500 грамм ұнды осылай үстіне су құйып, қолдың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп шығатын боламыз. Міне бізде осындай қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Енді дәл осы қамырды тең-тең 2 бөлікке бөліп шығамыз. Осылай 2 бөлікке бөліп дайындап қоясыздар. Кішкене ұн сеуіп қамырымызды жайып шығатын боламыз. Осылай ұнымызды сеуіп қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Әсіресе қамыр жаюды білмейтін жандар осындай қаттама, самсаның қамырын жайып үйренсеңіздер болады. Өйткені самса мен қаттаманың қамыры дөңгелек болуы маңызды емес. Алғашқыда осылай жайып үйренсеңіздер болады. Қамырды толығымен жайып шығамыз, 2 қамырымызды да. Дайындап алған қамырымыздың үстіне ертілген сары майымызды құйып шығатын боламыз. Егер мүмкіндігінше сары майдың 82-де 5%-ын қолданған дұрыс. Сонда қаттамаларыңыз қытырлақ, әдемі болып шығады. Және де үстіне қалауларыңыз бойынша ас көктерді салуларыңызға болады. Мен көкпияз бен укропты салдым. Алдын ала дайындап алдым. Егер қаламасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Міне осылай үстіне ас көгімізді салып шықтым. Енді үстіне екінші жайған қамырымызды төсеймізді, тағы да үстіне ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Сары майдың кішкене қатқанын күтіңіздер әр жаққан сайын. Тағы да ас көкті салып шығамыз осылай. Енді пышақтың көмегімен осылай жіңішке ұзынша етіп кесіп аласыздар. Міне барлығын осылай кесіп шықтым. Енді дәл видеодағыдай орап шығатын боласыздар. Міне жасалу жол өте оңай, қарасаңыздар. Менде осындай қаттамалардың нандары пайда болды. Дәл осы рецепт бойынша 4 қаттама шықты. Енді осы оралған қамырларымызды пакетке салып, мұздатқышқа сары майы қатқанша 5-10 минутқа салып қоямыз. Мұздатқыштан алып, ұн сеппей-ақ дәл осылай оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Осылай жайып пакетке салып, мұздатқышта сақтап қойсаңыздар да болады. Бос уақыттарыңызда пісіре бересіздер. Міне нандарымызды осылай дайындап алдым. Енді табамызға кішкене май құйып, қаттамаларымызды пісіріп шығатын боламыз. 2 бетін қып-қызыл қылып, барлық қаттамаларымызды осылай әдемілеп пісіріп шығатын боламыз. Міне мен барлық қаттамаларды пісіріп болдым. Өте әдемі қытырлақ болып шықты. Егер видео ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.